Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Жеңісханқызы Айдана, ғылыми жетекшім Сауырбаева Райса Санақызы. Енді өзімнің сөзімді бастасам. Жалпы достар, қатысушылар, сіздерді осы аламан бәйгеде көріп отырғаныма, қатысып жатқанымызға өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ал енді сөзімді бастасам. Менің қарастырып отырған тақырыбым қазіргі жаңа қайырымды қала, бүгінгі бақытқа жету кілті. Өзімнің бірінші сөзімді Әл-Фараби туралы кішкене мағлұмат беріп кетем. Қазақтың бірінші фәлсафашысы, әлеуметтанушысы, математигі, физигі, ботанигі, астрономы және логика тіл маманына музыка зерттеушісі Әбу Насыр Әл-Фараби біздің заманымыздың 870-950 жылдары өмір сүрген. Кезінде сол кісілердің әріптестері көзі тірісінде-ақ ол кісіні екінші Аристотель деп атап кеткен. Енді ол кісінің бізге жеткен еңбектері санаулы болса да өте сапалы, дана, кемеңгер, өте кемел жаңағы еңбектер болып табылады. Және де сол еңбектеріне біраз тоқтала кетсек, Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат, бақытқа жету туралы кітап, бақытқа жол сілтеу еңбектерінің барлығы біздің жаңағы бақыт, сыйластық, құрмет жайлы жазылған өте құнды дерек көздері екені даусыз. Бұл кісі жаңағы қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактатында Әл-Фараби жаңағы өзінің ең кемел туындылары бірі ретінде көрсеткен. Бұл еңбек 948 жылы жарыққа шыққан болатын. Бұл трактатта Әл-Фараби өзі тұрған қайырымды қала туралы баяндайды. Ал енді жалпы осы кейс барысында біз сіздерге бұл кітаптың жазудағы мақсаты не, және де бақытқа қалай қол жеткізуге болады. Осы екі сұраққа жауап бере отырып, қазір біз барлығын қарастыратын боламыз. Енді Әл-Фарабидің осы кітапты жазудағы басты мақсаты адамдарды идеал қоғамға, бақытқа қол жеткізудегі жаңағы белгілі бір сөздері, құндылықтары болып табылады. Ол кісі идеалды қоғамды қалады, мінсіз қоғамды қалады. Енді ол кісі бақыт әрбір адам ұмтылатын ұлы мақсат екендігін дәлелдеп көрсетті. Және де ол бақытқа білім, игілік нәтижесінде ғана қол жеткізуге болатындығын, және ол қасиеттерге қайырымды қала тұрғындарының ғана адамдары ие екендігін көрсеткен болатын. Ол кісі қарастырған осы қайырымды қала және де қайырымды басшы, қайырымсыз басшы, осы екі дүниені қарастырады, салыстырады. Енді бізден осыдан бірінші аргумент шығады, бұл саяси билеуші. Саяси билеушінің арқасында біз бақытқа қалай қол жеткіземіз? Енді осы сұраққа жауап берейік. Жалпы қайырымды қала билеушісі жаңағы өте дана кісі болу керек, халқын бақытқа жол сілтейтіндей өнерді, мәдениетті, білімді бірге ала жүру керек, ол кісілерге еркіндік беру керек. Міне, ал енді қайырымсыз қаланың билеушісі қандай болады? Ол кісі өте тәкаппар, озбырлықты, жаңа өзімен бірге жамандықты алып келеді. Және бұл кісі осы қайырымсыз қаланың билеушісін сынға алған болатын. Мен жаңа айтып кеткенде, ол кісі идеалды қоғамды қалады. Енді жалпы бұл трактатта Әл-Фараби өзінің жаңағы бақытқа қол жеткізудегі бірден бір жол, ол біздің қайырымды қаланың билеушісінің қайырымды жақсы болуы. Қайырымды қаланың билеушісі осы даналық, асқан пайымдылық, сенімділік, ойлау қабілетінің жоғары болуы, соғыс өнерін жетік білуі, және ең бастысы денсаулығының мықты болуы, осы 6 қасиетке ие болу керек. Сонда ғана ол кісі қайырымды қала тұрғындарын бақытқа жол жаңағы бере алады, бақытқа жетелей алады. Енді ол кісі тағы да философия мен дінді, жаңағы әсіресе этиканы, жақсылық пен жамандықты ажыратудағы жақсы ғылым ретінде қарастырған болатын. Енді осыдан екінші аргумент жақсылық және жамандық. Жақсы адамдар болады және де жаман адамдар болады, Бірақ ол кісілердің жаман жақсы болуы өздеріне байланысты. Қайырымды қала тұрғындары міндетті түрде жаңағы бір-біріне көмектесу, қайырымдылықты, мейірімділікті алып келуі керек. Және де ол кісілердің жамандықты таңдаудағы басты мақсаты Құдайдың себепкері болуында емес, адамдардың өзінің себепкер болуында. Адамдар туылады, Құдай оған мүмкіндік береді,
туылуға, және де ала адамның қандай болуына ол өзіне байланысты, жүрек қалауына байланысты деген сияқты. Енді осыдан екінші аргументіміз шығады, жаңағы айтып өткенімдей, екінші идеямыз шығады. Бұл бақытқа жетудің жаңа қайырымды қала тұрғындарының қайырымды болуы екендігінде, иә. Енді жалпы тағы бір бүкіл араб саяси философиясында жаңағы саясатқа деген көзқарас осы адамгершілік мазмұнымен сипатталатын болған. Және де қайырымды қала тұрғындарында мынандай дүние ғой, сіздер ойлайсыздар, иә, қайырымды қала тұрғындарында тек қана қайырымды қала туралы ғана айтылған. Алайда бұл жерде қайырымсыз қала туралы да біраз пікірлер қалыптасқан болатын. Бұл кісінің мына сөздерінен қарастырсақ болады, ол қаланың тұрғындары ешқашан бақыт дегенді білмеген, оған жету олардың ойына да кірмеген деп бақытсыз, қайырымсыз қаланы сипаттап берген. Енді Әл-Фарабидің айтуы бойынша бұл жаңағы қайырымсыз қаланың бақытқа жетудегі ең үлкен қателігі олардың бірлігі болмауы. Үшінші аргумент — бірлік. Адамдардың бірлігі болмаса, адамдар мен саяси билеушінің бірлігі болмаса, олар ешқашан жаңағы бақытқа жете алмайды. Осы бір гуманистік философиялық негіздемелері сол кездегі Европадағы мемлекетті басқаруға қатысты гуманистік ілімдердің туып қалыптасуына зор ықпал еткен болатын. Енді мен өзімнің сөзімді қорытындылай келе, жалпы не үшін біз қайырымды қала тұрғындары, жаңа қайырымды қала бүгінгі бақытқа жету кілті деп қарастырамыз. Себебі жаңа мен өзімнің сөзімде қарастырдым, саяси билеуші, жақсылық пен жамандық, және де осы бірліктің болуы. Осы үш нәрсе болса, қайырымды қала қайырымды болады, және де олар бірге бақытқа жетеді. Енді мысалға келтіре кететін болсам, біз 1986 жылы өзіміздің жаңа еркіндігімізді, тәуелсіздігімізді, бақытымызды бірге қаладық. Билеушіміз де қарады, біздің халқымызды бірге армандадық, бірге қол жеткіздік. Егер жаңағы біздің еліміз осы бақыттың арқасында, осы бір армандаудың арқасында қазіргі таңда тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сонымен Әл-Фараби осы трактатында қазіргі біз сүріп жатқан өмірге керекті құндылықтардың барлығын бізге осы трактаттағы арқылы жеткізуге тырысқанын айтқым келеді. Сөзімді назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Барлығымыз бірлікте болайық, барлығымыз қайырымды болайық, барлығымыз бақытқа бірге ұмтылайық. Сонда ғана қайырымды қала өзінің бақытын табатын болады. Рахмет.